Құрметті халайық, бүгін сіздерге атақты қазақтың ақыны Мұхтар Шаханов ағамыздың жыр алыбы Жамбыл туралы айтқан пікірін ұсынғалы отырмыз. Мұхтар Шаханов Жамбыл Жабаев туралы былай деген болатын: қайбір жылы Жамбылдың туған жерінде менімен кездесу болды. Сол жерде бір әйел: сіз шындықты айтып жүрген адамсыз ғой, Жамбыл жайлы не ойлайсыз деп сұрады. Ал мен Жамбылға құрметпен қараймын деп жауап бердім. Ол Сталиннің туфлиін керемет шеберлікпен жалады, қыртыс-қыртысына дейін жалады, деді Мұхтар Шаханов бір сұхбаты кезінде. Сіздерге түсінікті болу үшін Жамбылдың дара ерекшелігі және оның туған ауылында болған кездесу атты өлеңінен үзінді келтірейік. Мұхтар Шаханов былай дейді: шыншылдықты сақтап қалу жеңіл мәлде ауыр ма? Меніменен жыр алыбы Жамбыл туған ауылда бір кездесу өткізілді ой саларлық қауымға. Кенет жас қыз сұрақ қойды: сіз бір шыншыл ағайсыз, Жамбылдың даңқ атағына қандай көзбен қарайсыз? Және оның ақындығын қай деңгейге балайсыз? Иә, Жамбылға бүкіл одақ құрметпенен қараған, оның даңқы, дедім күліп, әлі өшкен жоқ санадан. Сталиннің туфлиін махаббатпен жалаған, жасы жүзге жақындаған, жігер оты лапылдаған болған емес. Ол кезеңде одан даңқы зор адам, толған ай ма дер едім, түнде барда күндіз жоқ, толған күн бе дер едім, күндіз барда түнде жоқ, деп мақтана Сталиннің парқын күннен асырған Жәкең жайлы мен әрдайым бір сенімге тоқтаппын. Шынымды айтсам, жырларынан қос жол өлең таппаппын. Поэзияға ерекше бір үлес болып қосылар. Сонда да ол жыр алыбы Сталин сенген асыл жан, асыл жанға бүкіл билік зор құрметпен бас ұрған. Дегенімде туыстары болды алғандай нар соққы, ал қалың жұрт орнынан тұрып ұзақ қол соқты. Бұл әрине Шахановтың Жамбыл Жабаев туралы өлеңі болатын. Ал сіз қалай ойлайсыз? Сіз Мұхтар Шахановтың осы сөздермен келісесіз бе? Жамбыл Жабаев туралы сіздің пікіріңіз қандай? Өз ойыңызды комментарийге жазып қалдырыңыз.